Бүгінгі тақырыбымыз механикалық тербелістер және толқындар. Механикалық тербеліс дегеніміз не? Бұл қозғалыстың бір түрі. Бұл белгілі бір уақыттарда бір орынға, бір жерге қайтадан келе береді. Қайтадан оралып келе берсе, ондай қозғалысты біз тербеліс дейміз. Мысалы, серіппе, пружина, мысалы тартып жіберіп қалсаң, ол бір нүктені белгілесеңіз, сол жерге белгілі бір уақыттарда қайта келе береді. Немесе математикалық маятник дейміз, біз жіп бар ұзын, бір затты байлап қойып, тепе-теңдік күйінен солға немесе оңға ауытқытып жіберсеңдер, ол бір жерге қайтадан оралып келе береді. Бір жерге қайтып келе береді. Бір қозғалысты қайталай береді. Осындай қозғалыстарды жалпы қарапайым тілмен айтқан кезде механикалық тербеліс дейміз. Енді жаңа біз айтқандай, бір орынға, бір нүктеге, бір жерге қайтадан келе берсе, демек белгілі бір уақыттар ішінде қайтып келе береді. Мысалы 10 секундтан кейін немесе 1 сағаттан кейін бір нүктеге қайтып келе береді. Осы уақытты біз физикада период деп атаймыз. Яғни жүйенің толық бір тербеліс жасайтын уақыты, толық бір тербеліс жасайтын уақытын период дейміз. Немесе дәл сол орынға, дәл сол бағытта қайтып қозғалатын болса, соны біз период деп атаймыз. Оны қалай табуға болады, қалай есептеуге болады? Т уақытта, мысалы, n тербеліс жасаса, мысалы, 1 сағаттың ішінде 100 тербеліс жасады. Демек, периодын қалай табамыз? Периодын 60 минут бөлеміз жаңа 100-ге. Сонда 0,6 минут шығады. 0,6 минутта ол бір тербеліс жасайды екен. Осы арқылы біз периодты таба аламыз. Периодтың өлшем бірлігі әрине секунд. Өйткені секунд немесе минут, өйткені ол уақыт. Сол уақытта ол қайтадан сол орнына қайтып келеді. Енді бұл периодты басқаша да түсіндіруге болады. Жиілік деп. Жиілік дегеніміз бір бөлінген период, оның формуласы. Бір бөлінген период, ол нені білдіреді? Мағынасы не? Оның мағынасы мынау. Мысалы, жиілік тең болсын 10. Оның өлшем бірлігі герц. Оның өлшем бірлігі герц болады. 10 герц мына сан нені білдіреді? Жиілігі 10-ға тең болса, 1 секундта 10 тербеліс жасайды деген сөз. 1 секундта 10 тербеліс. Немесе 1 секундта бір орыннан 10 рет өтеді. 10 рет дәл сол бағытта өтеді. Былайынша айтқан кезде, ол артқа кетіп бара жатқан бағытын санамаймыз. Дәл сол бағытта, мысалы, бір нүктені таңдадық, сол нүктеден солға қарай өтіп бара жатса, 10 рет солға өтеді. Сол мағынаны білдіреді жиілік деген. Бұл жиілікті басқаша да түсіндіруге болады. Басқа түрі де бар. Циклдік жиілік дейміз. Циклдік жиілік деген бағана біздің жиілікті, оны сызықтық жиілік деп айтып жатады. Бағана мына жоғарыда айтқан мына формуланы, бұны жиілік немесе сызықтық жиілік деп айтады. Бұны басқаша циклдік жиілік деп айтуға болады. Осы түрде де жазуға болады. Циклдік жиілік деген ол омега белгісімен белгіленеді. Ол 2π-ді көбейтеміз сызықтық жиілікке. Осы арқылы біз циклдік жиілікті анықтай аламыз. Бұл циклдік жиілік деген не ол? Жиілікпен айырмашылығы не? Бұл бұрыш арқылы түсіндіреді. Сол үшін бұның өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Негізі жоғарыда жиіліктің өлшем бірлігі герц дедік қой. Бұл герц деген арнайы өлшем бірлігі. Ол тең болады 1 герц негізі 1 бөлінген секундқа тең. Немесе секундтың -1 дәрежесі дейміз. Ал циклдік жиілік болса, 1 бөлу секунд емес, радиан бөлінген секунд, өйткені бұл бұрыш арқылы түсіндіріп жатыр. Сол бізді білетін жиілікті бұрыш арқылы түсіндіріп жатыр. Енді период деген білеміз, бір тербеліс жасайтын уақыт. Жиілікті білеміз, 1 секундта қанша тербеліс жасайтынын білеміз. Енді бір орынға қайтып келу үшін, демек ол максималды бір жерге ғана бара алады. Артта қайтып келеді. Бір жерге қайтып келу үшін ол бағытын өзгерту керек. Демек, оның орны немесе жүрген жолы, орын ауыстыру әрқашан көбейіп отырмайды. Бір жерде тоқтап, бұл дене тоқтап, артқа қарай қозғалу керек. Максимум жүрген жолын немесе ауытқуы, тепе-теңдік күйінен максимум ауытқуы ең алысқа барған жерін, жүрген жолын біз не дейміз? Амплитуда дейміз. Оны А деп белгілеп жатады. Мысалы, серіппені алайық. Столдың үстінде жатыр.
мынау пружина созылмаған, қарапайым сығылмаған, созылмаған күйінде тұр. Егер біз бұл денені 10 сантиметрге ауытқытатын болсақ, созатын болсақ, серіппені оңға қарай, және жіберіп қалатын болсақ, бұл дене не істейді? Тербеле бастайды. Артқа қарай қозғалады. Мына бастапқы тепе-тең күйінен өтіп кетеді, солға қарай кетеді, солға қарай ол тағы да ішке қарай 10 сантиметрге ішке қарай пружинаны сығады да, одан кейін артқа қозғалады. Өйткені пружина оны итере бастайды. Солай осы екі нүктенің арасында, мына екі деңгейдің арасында тербеліс болады. Осы 10 сантиметр бұл есеп үшін амплитуда болады. Яғни ең максимум тепе-теңдік күйден максимум алыстаған жерін, максимум орын ауыстыруын, максимум жүрген жолын не дейміз? Амплитуда дейміз. Бұның өлшем бірлігі әрине метр, сантиметр. Өйткені ол жүрген жол. Соны амплитуда деп атаймыз. Енді жалпы тербеліс туралы білеміз. Период бар, жиілік бар, циклдік жиілік бар, амплитуда деген нәрсе бар. Тербелістердің ішінде гармоникалық тербеліс деген не? Тербелістердің түрі көп әрине, бірақ біз қарапайым мектеп деңгейінде гармоникалық тербелісті қарастырамыз. Гармоникалық тербеліс деген, біз айттық жаңағы, орны бір орынға қайтып келе береді. Демек, оның орын ауыстыруы немесе теңдеуі, орынның теңдеуінің бір формуласы болу керек. Естеріңізде болса, біз қазірге дейін мынандай теңдеу қолданып келдік. ВТ мысалы, бұл тұрақты жылдамдықпен қозғалатын дене үшін орны. Бұл теңдеу біз қолдана алмаймыз, өйткені бұл бір орынға қайтып келмейді. Математика тілімен айтқан кезде бір орынға қайтып келу үшін бізде мынандай теңдеу болу керек екен. Косинус омега т қосылған фи 0 деген теңдеу болу керек. Осы теңдеуге сәйкес қозғалу керек дене, немесе осы теңдеуге сәйкес тербелу керек, чтобы сол не жасау үшін, бір орынға қайта-қайта оралу үшін. Білесіздер, синус, косинус математикада максимум 1, минимум минус 1, соның арасында қайталанып келе береді, синустар. Қайталанатын шамы, сондықтан біз осы теңдеуге сәйкес келетін қозғалыстарды гармоникалық тербеліс дейміз. Бұл жерде XM деген не? XM деген амплитуда. Амплитуда. Бағана айттық, амплитуда ең максимум алыстағаны. Ол қай кезде болады? Әрине косинус 1-ге тең болған кезде. На W деген ол циклдік жиілік. Ол 2p неге тең? Көбейту жиілікке тең, немесе 2p бөлінген периодқа тең. Циклдік жиілік бағана жоғарыда айттық. Т деген уақыт. Уақыт. Мысалы, 1 секундтан кейінгі орнын табу есептеңіз келсе, осы жерге 1-ді қоясыз, есеп шығарасыз. Фи 0 деген не? Фи 0 деген ол бастапқы фаза. Бұрыш. Бастапқы фаза. Егер сіз осындай теңдеу көрсеңіз, демек сіз гармоникалық тербеліс туралы есеп шығарайын деп жатсыз деген сөз. Бұл әрине бұл теңдеуді график арқылы да сызуға болады. Уақыт бойынша мына жер орын ауыстыру болсын. Бұл график бізде косинус болғаннан кейін, мысалы косинус 0 неге тең? Ол 1-ге тең. Ол мынандай теңдеуге сәйкес келеді. Мынандай графикке сәйкес келеді. Осындай график көрсеңіз, демек бұл гармоникалық тербеліс. Енді мына жер амплитуда болып саналады. XM максимум несі амплитуда. Период деген не? Мына жерден бастап санайтын болсақ, мына жерге дейінгі уақыт, мына уақыт период болады. Өйткені ары қарай дәл сол қозғалыс қайталанып жатыр. Немесе период деп мынаны да айта аламыз. Мына жерден бастап уақыт санайтын болсақ, мына жерден кейін қайтадан дәл сол қозғалыс басталады. Демек, осы жер тағы да не болуы мүмкін? Бұл жерде де период деп есептеуге болады екен. Яғни осындай графиктер арқылы да есеп шығаруға болады. Енді біз жаңа жоғарыда теңдеуді косинус арқылы жаздық. Ол синус арқылы да жазылуы мүмкін. Ол да гармоникалық тербеліс болып саналады. Яғни x тең болады амплитуда көбейтілген синус омега т қосылған фи 0. XM сол амплитуда, омега деген циклдік жиілік, фи 0 деген бастапқы фаза. Бұның да графигі жоғарыдағыдай график болады.
тек қана басталған нүктесі басқаша болады. Уақыт мына жерде орны болсын. Бұл жерде синус арқылы жазылғаннан кейін графигіміз былай болады. Әрине бұл бастапқы фаза 0 болған кезде. Әрине мына жер амплитуда, өткен максимум ығысқан, бұл жер xm болады. Амплитуда терісте болуы мүмкін, ол теріс бағытта, бірақ сан мәні бірдей болады. Период дегеніміз, мысалы мына жерден бастайтын болса, мына жерден бастап ол қайталанады. Демек, мына уақыт бізде период болады. Осылай есеп шығарсақ болады. Өте қарапайым, аты күрделі тақырыпқа ұқсайды. Механикалық тербеліс негізі ол өте оңай. ОБТ дәрежесінде өте оңай есептер келеді. Мысалы, бірінші есеп шығарып көрейік. Математикалық маятник. Сіз қазірге дейін математикалық маятник өтпеген болсақ, оған мән бермеңіз, өйткені бұл гармоникалық тербеліс екен. Теңдеуіне қарап білеміз. Қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды дейді. Периодты табу керек. Периодты қалай табамыз? Естеріңізде ме, циклдік желікті біз былай жазғанбыз: 2p көбейту желік немесе 2p бөлінген период. Өйткені желік тең болады 1 бөлу период. Естеріңізде болса. Мына теңдеуді қолданайық. Осы жерде не шығады? Циклдік желік тең болады 2p бөлінген период. Осы жерден период тең болады 2p бөлінген циклдік желік. Егер біз циклдік желікті таба алсақ, осы теңдеуден біз есепті шығарған болып саналамыз. Енді қараңыздар. Т-ның алдында не бар? 15,7. Естеріңізде болса, формула қандай еді бізде? xm косинус омега т қосылған фи 0. Осымен салыстырамыз. Косинустың алдындағы сан ол 0,4. Демек, ол неге тең? Амплитудалға тең. Т-ның алдында ол циклдік желік. Бізде теңдеуде Т-ның алдында 15,7 екен. Т емес, кешіріңіздер, бұл Т-ның алдындағы, яғни бұл циклдік желік. Фи 0,0-ге тең екен. Қараңыздар, біз циклдік желіктің 15,7-ге тең екенін көзіміз жетті. Енді мына формула келіп қоямыз. 2 пиді 3,4 ретінде қолданамыз. Радиан ретінде. Бөлеміз 15,7. 15,7. Осы жерде неше шығады? 6,28 бөлеміз 15,7. 15,7. Бірақ бұлай қарасаңыздар, үсті 6, асты 15, бірден аз сан шығу керек. Ондай сан, ондай жауап нұсқа тек қана А нұсқасында бар. Егер уақыт жоқ, ОБТ-да қиын есептер шығады, үлкен сандар десеңіз, ондай сылтау негізі жарамсыз. Көрдіңіздер? Үсті жобамен 6 шығады, 6,28 бөлінген 15. Бұл жерде түсінікті, бірден аз сан шығатын. Жауаптарына қарасақ, бір ғана нұсқа бар. А нұсқасы бірден аз сан. Енді жылдамдыққа келеміз. Гармоникалық тербелістің жылдамдығы. Бірінші теңдеуімізді жазып алайық. Косинус омега т қосу фи. Осындай тербеліс болсын бізде. Бұның жылдамдығын қалай табамыз? Әрине жылдамдық өзгеріп отырады. Ол тербеліс болғаннан кейін әрқашан жылдамдық өзгеріп отырады. Тұрақты емес ол. Үдеуде тұрақты емес. Бағытын өзгертіп отырады жылдамдық. Негізгі жылдамдықтың анықтамасы ол орын ауыстырудың, жүрген жолдың туындысы. Бұлай белгілеп жатамыз нүктемен, немесе дельта x бөлінген дельта т деп жатамыз. Сіздер қалай білсеңіздер, солай есте сақтаңыздар болады. Туындысын алу керек. Яғни жоғарыдағы теңдеудің туындысын алатын болсақ, амплитуда, оның қасына т-ның қасындағы циклдік желік шығады. Косинусымыз синус болып кетеді. Бұл туындының ережесі. Алдына теріс таңба шығады. Теріс таңбаны шығарамыз, өйткені косинустан туындалған кезде минус синус шығады. Демек, біздің жылдамдығымыз осыған тең болады. Осындай теңдеумен анықталады екен. Бұның да әрине графигін сызуға болады. Бағана ұқсас график шығады бізде. В т болса, мына жерде синус болғаннан кейін, егер фи 0 болса, мынандай теңдеу болады. Бұл жерде максимум жылдамдықты қалай табамыз? Максимум жылдамдық мына теңдеуге қараймыз да. Теңдеуге қараймыз. Синус бізде максимум 1-ге тең болады. Максимум ол максимум 1-ге тең. Минус 1-ге тең. Осы жерден біз жылдамдықтың ең үлкен мәні максимум тең болады. Неге екен? Мынаған. Сан мәні.
амплитуданы көбейтеміз циклдік жиілікке. Бұл тербеліс болған кезде жылдамдық әрқашан өзгеріп отырады. Минимум жылдамдық бар, максимум жылдамдық бар, максимум жылдамдықты осылай табуға, есептеуге болады екен. Амплитуданы көбейтеміз циклдік жиілікке. Енді егер теңдеуіміз біздің синус арқылы берілген болса, мысалы мынандай болсын, x тең амплитуда көбейтілген синус. Бұл жерде де дәл солай туындысын аламыз. Туындысын алған кезде амплитуда қасына циклдік жиілік шығады. Косинустың туындысы косинус шығады, минус болмайды бұл жағдайда. Осындай теңдеумен анықталады. Бұл жерде де максимум жылдамдық қайтадан көріп тұрсыздар. Амплитуда көбейтілген циклдік жиілік. Яғни қандай теңдеумен берілмесін максимум жылдамдық амплитуда көбейту циклдік жиілік болады. Осыны есте сақтасаңыздар болғаны. Есеп шығарып көрейік. Екінші есеп, материалдық нүктенің гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген, нүктенің максимал жылдамдығының модулі. Біз жоғарыда түсіндірдік, максимум жылдамдық тең болады амплитудасын көбейтеміз циклдік жиілікке. Формулада қарап отырсыздар, теңдеуде косинус синустың алдындағы не болады бізде? Амплитуда. Демек амплитуда 0,2 екен. Циклдік жиілік деген білесіздер, тының алдындағы физикалық шама, ол яғни пи. Пи бізде білесіздер 3,14, соны көбейтеміз. 2 мен 3-ті көбейтсеңіздер білесіздер 6,28-ден басталатын сан минус 2 дәрежесі бар, өйткені 0,2. Осындай жауап нұсқалары бізде тек қана А нұсқасы. Немесе қайтадан 2 мен 3-ті ғана көбейтсеңіз 6-дан басталатын сан, ол бізде жалғыз бір ғана жауапта бар, нұсқада. А жауап дұрыс болады. Үдеу де өзгеріп отырады. Үдеудің ережесіне білесіздер жылдамдықтың туындысы. Немесе оны дельта В, дельта Т деп жазамыз. Егер косинус болған жағдайда, бағана біз мына жағдайды қарастырайық. Жылдамдық минус амплитуда циклдік жиілік көбейтілген синус омега Т қосылған фенол деген теңдеудің қарастырайық. Бұның туындысы не болады? Амплитуда циклдік жиілік, тағы бір циклдік жиілік ішінен шығады. Сол кезде квадрат болады. Косинус омега Т. Егер туындыны жақсы білсеңіз, мына теңдеуді жаттаудың қажеті жоқ негізі. Үдеуіміз осы теңдеуге байланысты өзгереді екен. Бұл жерде де амплитудасы көріп тұрсыздар. Мынау амплитудасы болады. Үдеудің амплитудасы, немесе максимум үдеу. А макс деп жазайық. Өйткені косинус ол бірге тең максимум. Амплитуда көбейтілген циклдік жиіліктің квадраты. Осылай анықтауға болады үдеуді, максимум үдеуді. Жоғарыда біз жылдамдықты есептедік, бір есеп шығарды, соған ұқсас есептерді шығарысты. Математикалық маятник. Енді гармоникалық тербелістің ең көп қолданатын екі мысалы бар. Бірінші математикалық маятник. Ол не ол? Жоғарыда бір мысал айтқанбыз. Бір жіпке бір затты іліп қоямыз. Сосын бұл затты шамалы ғана, аз бұрышқа ұмытпаңыздар. Оңға қарай ауытқытатын болсақ, жіберетін болсақ, бұл не істейді? Төмен қарай қозғалады, тепе-тең күйінен өтіп кетеді инерциямен, жоғары сол жақ қарай өтіп кетеді, бір жерде тоқтайды. Сосын қайтадан артқа өтеді, осылай қозғалып тұра береді. Әрине үйкеліс болмаса, шын өмірде үйкеліс болғаннан кейін бұл соңында біраз уақыттан кейін тоқтайды. Біз есептерде ол үйкелістерді ескермейміз, есепті оңайлату үшін. Енді бұл тербеліс болғаннан кейін бұның периоды болу керек. Периоды мына теңдеумен анықтауға болады екен математикалық маятниктің. 2П көбейтілген түбір асты жіптің ұзындығы бөлеміз еркін түсу үдеуіне. Бұл жерде өте маңызды, мән беріңіздер. Формулаға ғана мән беріңіздер. Формулада қандай дененің ілгенін, қандай дененің массасы, ол ауыр зат па, жеңіл зат па маңызды емес, массасы жоқ. Кейде сондай есептер болады. Массасын ауыстырсақ, математикалық маятниктің периоды өзгере ме? Өзгермейді. Математикалық маятник тек қана екі физикалық шамаға тәуелді. Біріншісі жіптің ұзындығы, екіншісі сол жердегі еркін түсу үдеуі. Яғни жерде, айда, Марста еркін түсу үдеуі әртүрлі, сондықтан сол ғаламшарларда, сол планеталарда ғана несі өзгереді, период өзгереді екен.
периодты осы форма анықтағаннан кейін оның жиілігін де анықтауға болады. 1 бөлу период арқылы. Ол кезде формуламыз не болады? 1 бөлінген 2p түбір асты екінші үдеу бөлінген ұзындығы. Немесе циклдік жиілікті анықтауға болады. 2p бөлінген период, немесе 2p көбейтілген сызықтық жиілік арқылы есептеуге болады. Сызықтық жиілікті қолданатын болсақ, мысалы 2p қысқарып кетеді екен, түбір асты екінші үдеу бөлінген жіптің ұзындығы. Бұны жаттаудың қажеті жоқ. Бір ғана периодтың формуласын есте сақтасаңыз, сызықтық жиілік, циклдік жиілік бәрін есептеуге болады екен. Қайта-қайта қосымша жаттаудың қажеті жоқ. Үшінші есепті шығарып көрейік. Егер жібінің ұзындығын 9 есе ұзартса, онда математикалық маятниктің тербеліс периоды дейді. Периодты жазайық. Білеміз 2p түбір асты жіптің ұзындығы бөлінген екінші үдеуі. Жіптің ұзындығы 9 есе ұзарса, t1 дейік, t2-ні есептейік мына жерге. Жіптің ұзындығы 9l болып кетті. Білеміз екінші үдеуі 9 түбір астынан 3 болып шығады. 3 көбейтілген 2p түбір асты l бөлінген екінші үдеуі. Қараңыздар, мына бөлігі ол бастапқы t1-ге тең. Демек, біз бұны қалай жазуға болады? 3 көбейту t1 деп. Ұзындығы l болған кезде период t1 болсын, ұзындығы 9l болған кезде периоды t2 деп есептейік. Сол кезде көрдіңіздер, t2 бастапқы периодтан 3 есе көп шығады екен, 3 есе артады. Д нұсқасы. Төртінші есеп, математикалық маятниктің қозғалыс теңдеуі берілген маятниктің ұзындығын есептеу керек. Енді қараңыз, маятниктің ұзындығын есептеу үшін бізге периодтың формуласы керек. Тек қана сол жерде ғана маятниктің ұзындығы бар формулада. Периодты қалай табамыз? Теңдеуге қараймыз. Периодты табу үшін, есептеу үшін бізге не жеткілікті? Циклдік жеткілікті. Ол 2p бөлінген период, естеріңізде. Осы жерден период неге тең? 2p бөлінген циклдік жиілік. Циклдік жиілік біз білесіздер формулада t-ның алдындағы физикалық шама. Ол 2-ге тең екен. Сонда циклдік жиілік 2 болса, период бізде неге тең? p-ға тең. Енді мына формуламыз жалғастырамыз. Период p-ға тең екен. Дәлелдедік оны. Ол формула бойынша 2p көбейтілген түбір асты l бөлінген ж. 1p-міз қысқарса, 2-ні солға қарай шығаратын болсақ, 1 бөлі 2 болады түбір асты l бөлінген екінші үдеуі. Квадраттау керек екі жағын. 1 бөлінген 4 болады, тең болады ұзындық бөлінген екінші үдеуі. Осы жерден ұзындық неге тең? Екінші үдеуі бөлінген 4. Яғни 9/8 бөлінген 4. Жобамен неше шығады бұл? 2,5-ға жақын, 2,5-ге жақын, ол бізде е нұсқасы. 2,5-нан аз болады, өйткені біз 10-ды 4-ке бөлген кезде 2,5 шығады, біз 9,5-ды 9,8 бөліп жатырмыз. Жобамен е болады. Енді екінші гармоникалық тербелістің екінші мысалы, көп қолданатын ол серіппелі маятник. Серіппелі деген пружина, білесіздер. Осы пружина деп атаймыз. Бағана жоғарыда айттық, пружина, серіппе, еркін тұрған кезде, тепе-теңдік күйінде, оған ілінген денені біз оңға немесе солға, жоғары немесе төмен ауытқытатын болсақ, бір белгілі бір қашықтыққа, ол кезде не басталады? Тербеліс басталып кетеді. Яғни бір периоды болу керек. Периодының теңдеуі мына теңдеумен анықталады екен. 2p көбейтілген түбір асты m бөлінген k. M деген ол массасы, қандай дене ілініп тұрғаны маңызды серіппеге. K деген серіппенің қатаңдығы, білесіздер. Осы теңдеумен есептеуге болады екен. Қараңыздар. Бұл жерде өте маңызды. Тек қана массасы әсер етеді периодқа және серіппенің қатаңдығы. Кейде есептер болады, осы жүйені басқа ғаламшарға апардық, периоды өзгере ме? Өзгермейді, өйткені екінші үдеуі әсер етпейді. Немесе серіппеді 2 есе ұзын қашықтыққа ауытқыттық, тербеліс периоды өзгере ме? Өзгермейді, өйткені формулада не жоқ? Амплитуданың несі жоқ. Амплитуданың жоқ формулада. Енді периодтың формуласын осы формуланы есте сақтасаңыз болды. 1 бөлу период арқылы жиілік таба аласыз. Циклдік жиілікті 2p бөлінген период арқылы циклдік жиілікті есептей алады екенсіз. Есеп шығарып көрейік. Серпімділік күшінің әсерінен, серпімділік деген ол серіппе мысалы.
күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің сызықтық жиілігі. Сызықтық жиілігі ол жерде период білесіздер, серіппелі болса 2p бөлінген m бөлінген k, а жиілік болса 1 бөлу t, яғни 1 бөлінген 2p түбір астында k бөлінген m деген теңдеуді іздейміз, ол е нұсқасы. Серіппелі дегендіктен біз массамен нені іздейміз? Серіппенің қатаңдығы. Мына жерде қараңыздар, мынау маятниктікі, мынау маятниктікі, мына жерде бұл периодқа тең, желіге емес, мына формасына қарасаңыздар. Бұл да дұрыс емес. Е нұсқасы дұрыс болады. Тағы бір есеп шығарайық. Серіппеге ілінген массасы 40 грамм жүк мынандай теңдеу қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппенің қатаңдығы. Серіппенің қатаңдығын естеріңізде болса, периодтегі формуладан табуға болады. m бөлінген k. Ал периодты қалай табамыз? Периодты ол 2p бөлінген циклдік жиілік арқылы табуға болады. Циклдік жиілік бұл жерде 20-ға тең, көріп тұрсыздар. Т-ның алдындағы мән ол циклдік жиілік болып тұрады. Сонда p бөлінген 10 периодқа тең екен. Бұны бірінші теңдеуімізде әкеліп қоямыз. p бөлінген 10 тең болады 2p түбір асты m бөлінген k. p қысқарады. Сонда 1 бөлінген 20, 2-ні былай шығарайық, тең болады m бөлінген түбір асты k. Екі жағында квадраттайтын болсақ, 1 бөлінген 400 тең болады m бөлінген k. Осы жерден k неге тең? m көбейтілген 400. m деген масса, килограмм арқылы жазуымыз керек. Ол 0,104 көбейтілген 400. Осы жерден серіппенің қатаңдығы 16 болып табылады. Е нұсқасы. Енді еркін тербелістердегі энергия түрленуі. Енді қараңыздар, біз жаңа период формалары арқылы, теңдеу арқылы кез келген уақытта жылдамдығын, үдеуін, орын ауыстыруын есептей аламыз. Қосымша бұған энергия арқылы да есептерді шығара аламыз. Энергия сақталынады, механикалық энергия. Егер әрине үйкеліс ештеңе жоқ болса, бәрі сол кезде еркін тербелістердің энергиясы сақталынады. Максимум жылдамдық бар. Максимум жылдамдық болған кезде, білесіздер, кинетикалық энергиясы болады. Максимум жылдамдық болған кезде бөлінген 2 дененің. Максимум жылдамдық қай кезде болады? Тепе-теңдік күйінде. Яғни, мысалы, серіппе созылмаған күйінен тепе-тең күйіне өтіп бара жатқан кезде жылдамдығы максимум болады, өйткені ол жерде күш жоқ. Серіппе созылмаған немесе сызылмаған. Сол кезде жылдамдық максимум болады, демек толық энергия тек қана тең болады. Неге? Кинетикалық энергияға. Сол кезде бұл толық энергия. Одан кейін тағы толық энергияны қалай жазуға болады? Тоқтаған кезде амплитудасына жетеді ғой, дене мысалы. Ол кезде тоқтайды, бағытын өзгерту керек. Тербеліс оңға кетіп бара жатады, мысалы, тоқтайды, жылдамдық 0 болады, сосын артқа қозғала бастайды. Сол тоқтаған кезде жылдамдығы 0, яғни кинетикалық энергия 0. Бірақ амплитуда максимум, орын ауыстыруы, сығылуы, созылуы максимум, демек серіппенің максимум потенциалдық энергиясына жеткен. Яғни k x максимум квадрат бөлінген 2. Осылай сіздер максимум жылдамдық пен амплитуданың арасында байланысты таба алады екенсіздер. Негізі, ал бұл тепе-теңдік күйдегі энергияны жаздық, және ең алысқа барған кездегі энергиясын жаздық. Ал орталарында әрине кинетикалық энергия да болады, ол жерде потенциал энергия да болады. Солай да жазуға болады. Мысалы, кез келген уақытта оның жылдамдығы v1 болсын, сол кездегі серіппенің сығылуы немесе созылуы x1 болсын, осыған тең. Бірақ ұбт-да қарапайым осы екі шеткі мәндегі физикалық шамаларды қолданып есеп шығаруға болады көбінесе. Энергиясы. Бұл жерде сіздер есте сақтайтын нәрселеріңіз энергия сақталынады. Резонанс деген құбылыс бар. Резонанс естіген шығарсыздар, соны қысқаша айтып кетейік. Сыртқы мәжбүрлеуші күштердің жиілігінің тербелістегі жүйенің өзіндік жиілігімен сәйкес келуін және амплитуданың кенет артуын. Бұл жерде екі жиілік бір-біріне тең болады. Соны есте сақтаңыздар. Сыртқы күштердің жиілігі және өзінің жиілігі тең болған кезде резонанс пайда болады. Резонанс пайда болған кезде амплитудасы не істейді? Көбейіп кетеді, үлкейіп кетеді. Осыны есте сақтайсыздар. Яғни екі жиілік қосылады, амплитудалар кенеттен тез үлкейіп кетеді. Осындай құбылысты резонанс дейміз.
Осыны есте сақтаңыздар. Мысалы, мынандай сұрақтар ұбт-да шығады екен, шығып жүр екен. Механикалық резонанс дегеніміз, бұл жерде ключевое слово не дедік, жаңа амплитуда көбейеді, себебі екі жиілік бір-біріне тең болады. Сәйкес келіп қалады. Сондай сөздерді іздейміз. А нұсқасын оқиық. Жүйенің меншіктік тербеліс амплитудасы мен еріксіз сәйкес келген кезде тербеліс периодының күрт артуы дейді. Денеге сыртқы период күштерінің әсерінен болатын тербеліс, тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуіш күштің жиілігін теңескен кезде, міне сол нұсқасына бар екен, теңескен кезде амплитудасының күрт артуы, міне дәл осы анықтама сәйкес келеді резонансқа. Екі жиілік теңеседі және амплитудасы үлкейеді. Өте оңай. Ары қарай механикалық толқындар. Жаңа тербелістерді айттық, енді толқындар. Екеуі байланысты негізі. Өйткені толқындарда да период бар, толқындарда да амплитуда бар, сол үшін осы жерде түсіндіруді жөн көрдік. Толқын деген қалай пайда болады? Қалай іске асады? Қандай процесс бұл? Қандай жүйе? Мысалы, пойыз алыстан келе жатқан кезде темір жолдың қасында тұрсаң, темір жолдан сізге бірінші сигнал келеді, дауыс келеді, алыста пойыз келе жатқан түсінесіз. Неге? Өйткені темір жолдың ішімен толқындар келе жатыр. Толқын пойызды озып сізге бірінші хабар жеткізеді. Бұл қалай іске асады? Бөлшектер, атомдар, молекулалар бір-біріне жақын ғой. Бір-біріне соқтығысып, немесе тербеліс жасап, вибрация болып тұрады. Сол бір-біріне жақын тұрған бөлшектер, атомдар, молекулалар біреуі қозғалса, тербелсе, екіншісіне де әсер етеді. Өйткені ол тығыз байланыста. Сондықтан оның қасында екінші бөлшек бар, оның қасында екінші бөлшек бар. Бөлшектер бір-біріне не істеп отырады? Тербелісті беріп отырады бір жылдамдықпен. Сол кезде толқын пайда болады. Соны толқын дейді. Қысқаша осылай айтсақ болады. Тербелістің уақытқа байланысты кеңістікте таралуы, яғни тербеліс тарайды. Бағана серпе мен маятникте ол тарамайды, бір жерде тұр. Ешкімге зияны жоқ. Кейбір тербелістер бар, не істейді? Қасында тұрған бөлшектерге әсер етеді, олар да қасындағына әсер етеді, сөйтіп тербеліс қозғалып кетеді. Оны таралу деп түсіндіріп жатыр. Мысалы, менің даусым сіздерге жетіп жатыр. Қалай жетіп жатыр? Ауа арқылы. Ауада молекула бар. Мен аузынан шыққан дыбыс, бірінің қасында бірі тұрған молекулалар бір-біріне тиіп, бұл дауысты, дыбысты сіздерге жеткізіп жатыр. Яғни микрофонға жеткізіп жатыр. Бұл компьютердің микрофон сіздерге запись жасап отыр. Осыны толқын дейді. Яғни бір жерде тербеліс басталды. Мен аузымда бір тербеліс басталды. Ол қасындағы айналасындағы молекулаларға, бөлшектерге беріледі. Өйткені контакт болғаннан кейін оларда жан-жаққа таратады, қасындағы бөлшектерге тегізіп. Осыны толқын дейді. Яғни толқын тербелістің таралуы, тербеліс таралып кетеді. Енді толқындардың екі түрі бар екен: көлденең және қума. Енді мен бірінші суретін сызайын. Мысалы, су толқыны мынандай болады, білесіздер. Бұл жерде толқынның бағыты бар. Толқын, мысалы айтайық, оңға қарай қозғалып бара жатыр. Бірақ бұл толқын қалай тербеліп жатыр? Вертикаль бағытта, жоғары төмен тербеліп жатыр, бірақ өзі толқын оңға қарай кетіп бара жатыр. Мысалы, бұндай тербелістер не дейді? Тербеліс бағыты толқын таралу бағытына перпендикуляр. Міне мынау таралу оңға, өзі вертикаль бағытта тербеліп жатыр. Горизонтально тарайды, вертикально тербеліп жатыр. Демек, бұндай нелерді, толқындарды көлденең толқын деп атайды екенбіз. Мысалы, су бетіндегі толқындар. Жаңа айттық. Қума толқындар, егер осы екі бағыт сәйкес келсе, оның мысалы қандай? Мысалы, дыбыс немесе серіппедегі толқын дейік. Дыбыстар осылай қозғалады. Горизонталь бағытта тербеледі, яғни молекулалар, бөлшектер алдыға, артқа қозғалып отырады. Солай алдындағы молекулаға тиеді, ол да алдыға қозғала бастайды. Молекула, бөлшектер толқынды алдыға қарай таратады және дәл сол бағытта, горизонталь бағытта тербеледі. Бұндай толқындарды біз қума толқын деп атаймыз. Мысалы, дыбыс деп тұр. Жаңаны айттық. Дыбыс былай қозғалмайды ғой. Дыбыс былай
тура түзу сызықпен қозғалады. Өйткені сол бағытта тербеліп жатады, түзу сызықта, және сол бағытта қозғалып жатады, таралып жатады. Бұны құлма толқындар дейді. Енді білесіздер, дыбыс толқын екенін түсіндік. Өйткені егер мына жерде вакуум болса, сіздер мені естімейсіздер. Өйткені дыбысты сізге жеткізетін ортада не жоқ, бөлшек жоқ. Енді дыбыс сол жерден түсінуге болады, дыбыстың толқын екенін. Өйткені бөлшектер жеткізеді оны. Енді дыбыстың білесіздер қаттылығы болады, жоғарылығы болады. Олар неге байланысты екен? Қысқаша айтып кетейік. Дыбыстың қаттылығы ол амплитудаға байланысты. Яғни толқын болғаннан кейін, ол тербеліс болғаннан кейін, оның амплитудасы бар. Амплитудасы үлкен болған сайын, оның дыбыстың қаттылығы да күшейеді екен. Қаттылық неге тәуелді екен? Амплитудаға. Ал тоны, дыбыстың тоны, ол неге байланысты екен? Жиілікке. Бұны есте сақтасаңыздар болды. Тон ол жиілікке байланысты, қаттылық ол амплитудаға байланысты. Енді дыбыс білеміз толқын. Толқындардың әртүрлі жиілігі болады. Адамның құлағы қандай жиіліктерді естиді екен, сезеді екен? 20 ГГц пен 20 ГГц арасындағы дыбыстарды адамның құлағы сезеді екен. Тек қана осы дыбыстарды біз естиміз. Осы дыбыстарды ғана біз естиді екенбіз. 20 ГГц-тен төмендер біз инфрадыбыс дейміз. 20 000 ГГц-тен жоғарыларды ол ультрадыбыс дейміз. Бұл да қажет болуы мүмкін. Есте сақтаңыздар. Есептер шығарып көрейік. Толқын жылдамдығы. Толқын таралады дедік, демек оның жылдамдығы бар. Не дейді? Тербелістің энергияны тасымалдау жылдамдығын толқын жылдамдығы дейді. Тербеліс энергиясын, толқын энергия тасиды. Енді оқиық, бұл жерде өте маңызды нәрсе бар. Толқын таралу кезінде бөлшек тасымалданбайды. Яғни материяны тасымалданбайды. Бөлшек орында қалады. Тек қана нені тасымалдайды екен? Энергияны. Энергияны бір орыннан екінші орынға тасымалдайды, бірақ бөлшекті тасымалдамайды. Бөлшек деген атом, молекулалар мысалы. Молекулалар орында қалады, тек қана тербеліп, тек қана нені энергияны беріп жібереді келесі бөлшекке. Оны қалай есептейміз? Жылдамдықты. Қарапайым жүрген жол тең болады жылдамдық көбейту уақыт деген форманы естеріңізге түсірсеңіздер, бірде жүрген жол, бұл жерде толқын ұзындығы болады. Ұзындық ол метрмен өлшенеді, сондықтан жол деп есептейміз. Жылдамдығы көбейтеміз периодқа. Мынандай теңдеу естеріңізге сақтаңыздар. Жаттаудың қажеті жоқ. X тең ВТ-дан есте сақтайсыздар. Толқын ұзындығы бар. Ол толқын ұзындығы дегеніміз не? Толқынның бір период уақытында жүрген жолы, былайша айтқан кезде. Оның өлшем бірлігі әрине метр. Әрине бұл периодты жиілік арқылы жазуға болады. Жылдамдық көбейту период деген бір бөлінген жиілік. Сонда толқын ұзындығы тең болады жылдамдық бөлінген жиілік, немесе осылайда есте сақтауға болады. Осы екі теңдеу көбінесе кездесіп жатады. 8-ші есепті шығарып көрейік. Жылдамдығы 1,5 метр секунд жылдамдықпен таралатын толқында қайық тербеліп тұр. Толқын ұзындығы 6 метр болса, қайықтың тербеліс периоды дейді. Білеміз, толқын ұзындығы тең болады жылдамдық көбейтілген период. Толқын ұзындығы 6-ға тең, жылдамдық 1,5-ға тең, көбейту период. Осы жерден период неге тең? 6 бөлінген 1,5 тең болады, ол 4 секунд. Ең нұсқасы. Таралу жылдамдығы 5000 метр секунд толқын жиілігі 100 ГГц бірдей фазада тербеліп тұрған ең жақын екі нүктенің арақашықтығы. Бұл жерде толқын ұзындығын айтып тұр. Ең жақын екі нүктенің арақашықтығы, фазасы бірдей. Фазасы бірдей болады, егер бір толық толқын өтсе. Осыны есте сақтаңыздар. Яғни толқын ұзындығы жылдамдық көбейту период, немесе жылдамдық бөлінген жиілік. Жылдамдық бөлінген жиілік теңдеуін қолданамыз. 5000 жылдамдық бөлеміз жиілік 100-ге тең. Сонда жауап 50 шығады. 50 метр, жауабы Д. Соңғы есебіміз шығарайық. Бір текті ортада жылдамдық берілген, толқын ұзындығы берілген, вакуумдағы жиілік. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерді алдағысы келіп тұр бұл сұрақ. Бір ортадағы таралған жылдамдық белгілі, сол ортадағы ұзындық белгілі, бірақ вакуумдегі жиілік сұрап тұр.
Бұл жерде бір нәрсені есте сақтау керек. Бір нәрсе өте маңызды нәрсе. Ұмытпаңыздар. Толқын бір ортадан екінші орта өтуі мүмкін, мысалы ауадан дыбыс келіп судың ішіне өтіп кетеді. Ол кезде әрине жылдамдығы азаяды, толқынның ұзындығы да өзгереді. Бірақ бір нәрсе өзгермейді, бір физикалық шама өзгермейді, ол жиілік. Толқын бір ортадан екінші орта өткен кезде жиілік өзгермейді. Яғни бұл жердегі сұрақ вакуумдегі жиілігі, ол сол өзінің ортасындағы жиілігін есептей алсақ, ол вакуумдегі жиілік болып саналады. Өйткені жиілік ешқашан өзгермейді. Толқынның бір ортадан екінші орта өткен кезде. Осы жерден осы логикамен есеп шығарамыз. Өзінің ортасында жиілікті есептей береміз. Толқын ұзындығы тең болады жылдамдық бөлінген жиілік. Осы жерден жиілік неге тең? Жылдамдық бөлінген толқын ұзындығы. Яғни жылдамдық 2,5 дәрежесі километр секунд, бізге метр секунд керек. Демек тағы да 1000-ға көбейтеміз, бөлеміз 40-қа. 1 нөлді мына жерден қысқартайық, 10-ның 2 дәрежесі болады. 2 мен 4 қысқартасымсақ астында 2 болады. 1 бөлінген 2 ол 0,5, 10-ның 5 қосу 2 7 дәрежесі. Немесе ол 5 10-ның 6 дәрежесі деп жазсақ болады, гигагерц. Бұл жауаптарын қарасақ 5-тен басталатын бір ғана нұсқасы бар, немесе ол мега гигагерц деп жазған. Мега деген оның 6 дәрежесі, оның мегагерц. Осылай есептерді тез шығаруға болады. Көргендеріңіздей механикалық тербеліс ешқандай қиындығы жоқ, өте қарапайым, кинематикаға ұқсас, тек қана теңдеуі басқаша жазылады, косинус арқылы, синус арқылы. Бұл жерде қосымша физикалық шамалар енгізіледі. Осыған тән период болады, жиілік болады, циклдік жиілік және амплитуда деген олардың да мағынасын түсіндірдік. Сіздерге түсінікті болды деп есептейміз. Сау болыңыздар.